Қайырлы кеш, YouTube көрермендері. Бүгін 11 наурыз 2025 жыл. Кеше бізге 30 штук индоутқан жұмыртқасы Ресейден келді. Бұл индоутқан жұмыртқасын инкубаторға салмас бұрын ең алдымен жақсылап жуып аламыз. Бізде марганцовка болған жоқ, оған дейін марганцовкамен жуатын едік. Өйткені инкубаторға салатын болғандықтан таза күйінде салған дұрыс. Жұмыртқа кеуіп болғаннан кейін лотокқа осылай тігінен орналастырамыз, жинап барлығын. Және де осы жұмыртқалардың арасына қағаз болсын, мата болсын, нығыздап салу керек болады. Өйткені инкубатордың ішінде аударады ғой, бір-біріне тиіп жарылып қалмау керек, солқылдап тұрмау керек, инкубатордың ішінде қатып тұру керек. Жұмыртқаларды осылай лотокқа салып, осы инкубатордың ішіне салып қоямыз. Суында толтырып қойдық 2 баночкаға. Енді сосын жауып қоямыз, бетін жауып қойып, температурасын толтырамыз 38-ге дейін, 38 градус ыстықта болу керек. Бірінші күні бұл поворот айналмайды. Өткен себебі бірінші күнге поворот қажет емес. Бірінші толық қызып алу керек бір күн. Келесі күні екінші күннен бастап айналдырамыз поворот 2 сағатқа. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады, жауап береміз. Алдағы уақытта да осы инкубация қалай болып жатқандығы туралы видеомен бөлісетін боламын.